жарнама макетін көрсетіп жатыр мысал ретінде. Мысалы үстінде школа психологии деген жерде бұл фейсбуктағы парақшаның аты, яғни фейсбуктың парақшаның атын сіз дұрыс қою керексіз, себебі ол жарнамада үстінде көрсетіліп тұрады. Міне рекламаның үстінде школа психологии, яғни оның фейсбуктағы парақшасының аты школа психологии, және ол парақша сіздің инстаграмыңызға байлаулы тұр. Енді бұл үстіндегін түсіндік, және мынауда суреті школа психологии солда фейсбуктағы парақшаның суреті болу қажет. Яғни ол жерде сіз өзіңіздің суретіңізді қойып қойсаңыз, мұнда рекламаға сіздің суретіңіз кетіп қалады. Сондықтан мына суретке сіз сапалы бір көрінетін, немесе өзінің аватаркаңыз болса уже разработанный, яғни сапалы түрде, ол кез ол аватаркаңыз сол парақшаңызда да тұру қажет. Енді қараңыз, мына жерде астына подробнее дейді, мына жерде сурет міне тұр, иә. Текст міне бар, бірақ ол аз. Мұнда текст көп болмау керек. Парақшада неде жарнамалық макетте көп сурет болса, оның бағасы қымбат болады, яғни және төмен түседі барлық показательдер. Және мысалы подробнее деген астында батырмасы бар. Ол подробнее басқанда сіз инстаграм парақшаға, немесе ватсапқа, немесе басқа да группаларға, немесе фейсбук парақшаға да мүмкін, немесе сайтқа, өзіңіздің сайтыңыз болса, лендинг, немесе интернет-магазин, соған да қоюға болады. Яғни ол подробнее деген бар, әртүрлі, оны біз таргет жарнама жасағанда көреміз. Және қараңыз, мына жерде жазылып тұр астында: не пропустите 7 направлений психологии, 7 дней обучения деп болды. Мына жерде сыймайды, тексті мен еще деп басам. Яғни осы бастағы екі текст, 2-3 текстей мынау қызықты болу қажет. Яғни сіз оны еще деп басатындай, еще деп не бастым, сондай қызықты болу керек. Яғни мен қызықты болмаса, мен оны толығырақ оқымаймын. Басын сондықтан қызықты, сондай завлекающий, цепляющий текстпен маңызды не беретін тегін болса, соны барлығын жазып қою керек қысқаша түрде. Яғни солдан бастау керек, сондай завлекающий текстпен. Содан кейін қараңыз, мұнда барлығы, енді мұнда тексті аздау, бірақ тексті көбірек те жазуға болады. Бірақ ең басты мына жақта абзацтармен барлығы бөлінген арасы. Соны ұмытпау қажет. Ол бізге жеңіл оқуға береді, тезірек барлығын оқиды, тез түсінеді. Және соңында міндетті түрде call to action, яғни бір әрекетке шақыру бар. Мне запишитесь и узнайте больше, нажав на кнопку ниже дейді. Яғни мұнда тіркел дейді, жазыл дейді бір курсқа, иә. Сондықтан осындай міне. Қазір тағы бір көрсетем, мына жерде де бір реклама. Мұнда бірнеше каруселден, және ол анимациялық. Сондай әдемі жасалған, жақсы жасалған. Тексті бар, және суреттері де бар. Және мұнда сұрақтары, адамдардың сұрақтары. Міне қараңыз, мұнда карусель қоюға да болады. Міне мұнда L Party деп жазылып тұр. Мүмкін олардың парақшасының аты шығар, немесе бұл курстардың аттары ма. Бірақ ол фейсбукта парақшаның аты міне үстінде жазылған. Бұл инстаграм парақшаның аты емес, фейсбуктың парақшасының аты міне. Және жақсы бір сапалы міне аватарка. Содан кейін астында міне тексті көргенде, мұнда көбірек текст жазылған. Барлығы сондай жақсы жазылған. Мұнда тексте осындай мысалдар жасауға болады. Яғни барлығы арасы абзацпен бөлінген, смайликтер қойылған, барлық түсінікті. Яғни смайликтерде сондай несерьезный емес, міне галочкалар, енді тематикаға сай, міне подробнее, мысалы жанына бір смайлик қойылған. Яғни кісінің назарын аударылған, барлығы
сондай түсінікті түрде, көзге түсінікті көрінеді және кісі оқығысы келеді осындай текстті. Сондықтан біз жарнамамызды жасағанда осындай түсінікті абзацпен бөлінген жарнамалық макетімізді сондай қызықты, жақсы, сондай сапалы және информативный дейді ғой, қысқа уақытта біздің беретін приложениеміз осы суреттерде көріну қажет. Яғни тез 3-8 секунд арасында біз жаулап алу қажетпіз. Сол оқырманның, случайный оқырманның вниманиесін, яғни оның тезірек оған барлығын түсіндіріп, ол сіздің парақшаңызға жету үшін жарнамалық макетімізді сапалы және ойланып дұрыс жасауымыз қажет.